Астанада өтетін әскери парадқа дайындықтың негізгі кезеңі басталды. Айтулы шараның көкте көркін келтіретін әуе қорғанысы күштерінің ұшқыштары бүгін елорда аспанына көтеріліп, жаттығу жұмыстарын пысықтайды. Көгілдір кеңістіктің төсін болат құстар тіліп өтуде. Күншуағы ұшақтардың қанаттарынан шағылысып жарқылдайды. Әр қозғалысы нақтылық пен шеберліктің белгісіне айналған армия авиациясының экипажын әскери әуе күштерінің қолбасшысы авиация генерал-майоры Руслан Қоңыров бастап шықты. 100-ге жуық ұшқыштан тұратын әскери шеруге қатысатын тәжірибелі құрам көк жүзінде күрделі маневрлер жасап, аспан төсінде емін-еркін көсіледі. Авиационная группировка начала уже совместную тренировку, как фронтовая и армейская военно-транспортная авиация. Уже оттачиваем выход на точку по времени. Совместно с нами работает авиационная служба Комитета национальной безопасности на вертолетах и Казавиаспас. Групповую слетность мы отработали уже на аэродромах у себя, на постоянных пунктах дислокации. А здесь уже отрабатываем именно совместно уже по парадному курсу выход по времени. Пользуясь случаем, хочу всех ветеранов поздравить с Великой Победой, всех военнослужащих с Днем Защитника Отечества, пожелать удачи, мирного неба над головой. Мұнда арнайы әскери парад үшін Астанаға қонақтаған Ми-17, Ми-35, Су-25, Су-30 сынды 60-қа жуық темір қанатты техникалар жаттығуда. Ауа ағынына қарсы ұшқан сайын мотор гүрілімен аспан тынысы бір үнге ұласып жатыр. 7 мамыр күні әуе қорғанысы күштерінің әлеуетін көрсететін ұшақтар мен тікұшақтар қаз-қатар сап түзеп, кейде тарқап, кейде қайта тоғысып, көзге көрінбес келісіммен өнер көрсетіп жүр. Бұл әуе күштерінің күші мен тәртібінің үндестігі. Бұл дайындыққа еліміздің тек Астана қаласы емес, оған Талдықорған, Шымкент, Ақтау, Балқаш сияқты қалаларынан әскери ұшқыштарымыз осы Астана қаласына жұмылдырып, осында дайындық қызу жүріп жатыр. Дайындық кезең осы 18 сәуір күннен бастап ұшу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал жалпы дайындық осы ақпан, наурыз айында басталып кеткен. В период подготовки полета летный состав выполняет запланированные полетные задания, оттачивает свои навыки и готовится к предстоящему параду. Как можете наблюдать, инженерно-технический состав также выполняет свою работу, выполняет они ее качественно, так как каждый из них является профессионалом своего дела. Летный состав подготавливается к полету. На нашем аэродроме имеются все необходимые условия. Полностью весь состав необходимо обеспечен для успешного выполнения поставленных задач. Осы ұшу дайындықтарын біз ең алдымен жерде, яғни теориялық тұрғыда жердегі тренаж арқылы дайындалып, одан кейін барып біз ұшу жоспарына байланысты ұшып, аспанда өзіміздің дайындықтарымызды көрсетіп жатырмыз. Және де бұйырса, осы дайындықпен біз 7 мамыр күні өтетін ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған жеңіс парадында өте жоғарғы көрсеткіш көрсетеміз деп ойлаймын. Көк аспан астында олар тек техникамен ұшып жүрген жоқ. Олар ел тыныштығы мен тәуелсіздігін күзетіп келеді. Әрқайсының қозғалысынан темірдей тәртіппен біркелкілік байқалады. Бұл жай жаттығу емес, отанға адалдықтың, шеберлік пен батырлықтың көрінісі. Закто!